жоғары инженерлік технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Байгелова Алтынай Шарипуллаевна. Бүгінгі сабақта біздер жол жүру ережелерінің қауіпсіздігі пәні бойынша жол көлік оқиғасы кезіндегі зардап шегушіні тасымалдау және оған алғашқы көмек көрсету жолдарын қарастыратын боламыз. Маңызды. Аса қажет болмаса, зардап шегушіні жылжытуға болмайды. Омыртқаның зақымдану кезінде дене күйінің өзгеруі омыртқалардың ығысуына және жолының зақымдалуына әкеліп соғуы мүмкін. Жәбірленушінің тасымалдау әдісі жарақаттың түріне және оның жағдайына байланысты болады. Травматикалық шок кезінде зардап шеккен адам омыртқадағы ауырсынуды сезбеуі мүмкін және бұл құтқарушыларды шатастырады. Тасымалдаудың жалпы принциптерін қарастырайық. Бірінші, зардап шеккен адамды екі немесе одан да көп адамның қатысуымен көтеру керек. Екінші, басқару процесін тағайындау керек, өйткені іс-шаралар келісілген және бақылауда болуы қажет. Зардап шегушіні тасымалдау кезінде серпілуді болдырмаған жөн. Жәбірленушіні көліктен шығару жағдайын қарастырайық. Біз қарастырған жағдайда үш құтқарушы әрекет етеді. Бірінші құтқарушы зардап шегушінің мойын омыртқасын бекітеді. Екінші құтқарушы зардап шегушіні артынан ұстап, осы күйде зардап шегушінің шынтақ буынына бүгілген қолын оның кеудесіне бекітеді. Үшінші құтқарушы зардап шегушіні көліктен аяғынан ұстап алып шығады. Сонымен қатар, егер де бір құтқарушы болған жағдайда және де зардап шеккен адамды дереу автокөліктен шығару қажет болса, онда келесі әдістерді қолдану керек. Құтқарушы бір қолымен жәбірленушінің қолтығынан ұстайды, оң немесе сол, бұл құтқарушының ыңғайына байланысты және өзіне қарай қысады. Мойын омыртқасын бекіту үшін екінші қолын маңдайына қояды. Жәбірленушіні қалай орналастыру қажет? Омыртқаның жарақаттарымен, сондай-ақ осындай жарақаттардың бар екендігі туралы кішкене күдік болса, жәбірленушіні артқы жағына қатты тегіс жерге жатқызу керек. Және де айта кететін маңызды жайт, бұл егер зардап шеккен адам омыртқасында жарақат бар жоғын анықтау мүмкін болмаса, бұл жарақаттың бар болатын жағдайындағыдай әрекет ету керек. Іс жарақаты кезінде зардап шегушіні арқасымен жатқызып, бүгілген тізелерінің астына валик қою керек. Бас сүйегінің жарақаты. Бас сүйегінің жарақаты болған кезде зардап шеккен адамды ішімен жатқызамыз, ал басын бүйіріне қарай бұрып қою керек. Бұл жағдай, егер зардап шеккен адамның омыртқа жарақаты болса да қауіпсіз болып саналады, сонымен қатар өкпеге ауаның еркін енуін қамтамасыз етеді. Егер жәбірленуші ес-түссіз болса, бірақ оның импульсы сезіліп, тынысы болса және омыртқаның зақымдалуына күдік болмаса, онда оны бүйіріне бекітілген күйде қою қажет. Бір қолды денеге мүмкіндігінше жақын қойып, зардап шеккен адамды бүйіріне жатқызамыз. Екінші қолын қарама-қарсы жағының бетінің астына қойып, аяғын тізеде сәл бүгіп, екінші аяққа қою қажет. Дәл осы күй зардап шеккен адамның ми жарақаттары болған жағдайда да қолайлы болып саналады. Егер зардап шеккен адам тыныс алуы немесе аузынан қан кетуі байқалса, бұл ішкі жарақаттардың бар екендігін, өкпе ауруларының болуын көрсетеді. Мұндай жағдайда оны жартылай отырғызылған күйде бекітіп, егер жәбірленуші жататын болса, өкпе жеткіліксіздігі арта түсуі мүмкін. Жамбас жарақаты кезінде зардап шеккен адамды вақа позасына салып, арқасымен жатқызып, аяғын тізеден бүгіп, екеуін бір-бірінен сәл алшақтатып қою қажет. Сонымен қатар, стандартты медициналық зембілдер болмаған жағдайда оларды импровизацияланған материалдардан жасайды. Мұндай материалдар жадағай, шатыр, пальто, брезент, баспалдақ, арқан тірек және тағы басқалары болуы мүмкін. Үш құтқарушы қалай жатқызу керек зембілге? Үш және одан да көп құтқарушы болған жағдайда зардап шеккен адамды зембілге жылжыту, егер ол жерде жатса, үш немесе одан да көп құтқарушы болған кезде оны тасымалдау оңайға соғады. Бұл жағдайда бір құтқарушы, қалған құтқарушылар зардап шегушіні көтерген кезде оның астына зембілді уақытында қоюға әзірленуі керек. Басқа құтқарушылар зардап шегушіні олардың аяқтарының арасында болатындай бір-бірінің артына тұрады. Құтқарушылардың бірі зардап шегушінің басын көтереді,
және ол басқа құтқарушыларға алдымен қарап тұруы керек. Құтқарушылар зардап шегушіні бір уақытта көтеріп қозғалмай тұруы керек. Ал құтқаруға қатыспаған көтеруге қатыспаған құтқарушы зембілге жауапты адам зембілді зардап шегушінің астына орналастыруы керек. Қалғандары команда бойынша бір уақытта зардап шегушіні зембілге түсіреді. Егер бір құтқарушы болған жағдайда ол өз бетінше әрекет етуге міндетті. Бірінші, зардап шеккен адамды жатқызу үшін қалқан ретінде қатты түзу материалды қолданады. Мысалы, үлкен кет тақта, есік, жеткілікті қалыңдықтағы фанера және тағы басқалары. Екінші, қалқанды жәбірленушінің денесінің ұзындығына жалғастыра орналастырады. Үшінші, жәбірленушіні қолтығының астынан немесе шалбарының балағынан ұстайды және зардап шеккен адамды қалқанға қарай сүйрейді. Маңызды, омыртқаның бірде-бір бөлігі зақымдалмау үшін жәбірленушіні тегіс жерге сүйреуге тырысу қажет. Зардап шегушіні зембілмен қалай алып жүру керек? Бірінші, құтқарушылардың қозғалысы келісілген болуы керек. Зардап шегушіні алып жүру кезінде серпілуден аулақ болу керек. Және жергілікті рельефке қарамастан зембілдер әрқашан көлденең күйде болуы керек. Ескере кететін жайт, аса қажеттілік болмаса, зардап шегушіні өз бетінше тасымалдауға болмайды. Дұрыс емес тасымалдау қалпына келтірілмейтін салдарға әкеліп соғуы мүмкін. Білікті медициналық көмекті күткен дұрыс. Жәбірленушіні зембілге орналастыруға, қалай қоюға ұсынылатын жалпы ұсыныстар. Зардап шегушіні зембілге өте мұқият, кенеттен қозғалыссыз көтеру керек. Дененің зардап шеккен бөлігін ұстау қажет. Зардап шеккен адамның мойнын майыстырмай, жәбірленушінің денесінің күйін өзгертпей ұстаған дұрыс. Назарларыңызға рахмет.